Сәлем қыздар, мен бүгін өте оңай жасалатын бір қамырмен екі түрлі пирог жасайтын боламын. Біреуі классикалық сметаник, екіншісі шоколадный сметаник. Ол үшін каналыма тіркеліп, видеомды соңына дейін қараңыздар. Алдымен қамырымызды, яғни тестаны дайындап аламыз. Ол үшін маған 450-500 грамм ұныма 2 шай қасық қопсытқыш салып араластырамын. Сосын маған көрсеткенімде 100 грамм қант және 2 жұмыртқа керек. 100 грамм қантты мен жұмыртқаға бірінші араластырып, жақсылап езіп аламын. Содан кейін осы дайын болған қоспаны ұнмен қосып араластырамын. Осылай жақсылап араластырып, ақырын ұнымызға қосып белгілі массаны дайындап шығарамын. Қыздар, каналымды жай қарап отырмай, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып, каналымды қолдап жіберіңіздер. Сіздер қазақша каналды қолдасаңыздар, менде ары қарай сіздерге пайдалы рецепттер өте көп болады. Сондықтан каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Мені қараңыздар, осындай комоктар пайда болады. Сол үшін енді қамырды біріктіру үшін бізге сары май қажет. Сары майды біз тоңазытқыштан шығарған күйінде салсаңыздар, жақсы араласады. Мінекей осындай жұмсақ қамыр, яғни тестамыз дайын болады. Біз енді осыны теңде 2 бөлікке бөліп, 2 пирог жасайтын боламыз. Әрі қарай тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қоямын. Сосын бірінші пирогтың кремін жасауға кірісемін. Сметанный пирог бірінші жасайтынымыз. Ол үшін маған 400 грамм 15-20-25% сметана ала берсеңіздер болады. Көрсетілген осылардың барлығын қосып, жақсылап араластырамын. Миксермен араластырсаңыздар болады. Осындай крем пайда болды. Тоңазытқыштағы бірінші қамырымызды алып, жаямыз. Бұл біздің бірінші пирогымыздың наны болады. Біз бұны жақсылап қолмен жайсаңыздар да болады, немесе оқтап алып, оқтаумен жайсаңыздар да болады. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай жайып, өзіміздің формамызға саламыз. Мен ақырын осылай қолмен жайып, формама салдым, жақсылап. Және қыздар, қараңыздар, мен нанды жаймас бұрын формама сары маймен бір жағып шықтым. Және қолмен жайған соң вилкамен осылай тесіп шықтым, ауа кіру үшін. Міне осылай дайындап аламыз. Менде 25 сантиметрлік форма, және осыған дайын болған кремімізді құямыз.
Егер сіздерде қатты сұйық болып жатса, одан қорықпаңыздар, барлығы толықтай пісетін болады. Құйып алған соң қызып тұрған пешімізге 160 градусқа және 30 минутқа пісіріп аламыз. Ал енді екінші шоколадты пирогымыздың крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге қант 120 грамм, сметана 400 грамм, жүгері 15 грамм, 2 жұмыртқа, шоколад және какао керек. Енді сметананы, қантты, жұмыртқамды, жүгері крахмалын барлығын қосып араластырамын. Міне осылай барлығын салып алып араластырамын. Және міндетті түрде жүгері крахмалы болуы қажет. Картофель крахмалын қоссаңыздар дұрыс шықпайды. Міне осылай барлығын араластырамын. Шоколадты сіздер водяной баняда немесе микроволновкада пеште ертіп аламыз. Және шоколадтарыңыз жақсы болу керек. Менде Рахат Қазақстан шоколады. Міне ертіп алдым. Енді осыны жайлап қосып кремімі араластырамын. Және какаоны да бірге қосып жіберіңіздер. Жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады. Қалған шоколадымызды қосып, кремімізді аяқтаймыз. Ал енді екінші шоколадты пирогымыздың нанын тоңазытқыштан шығарып, жайып, осындай формаға келтіріп алдым. Енді осыған әдеттегідей кремді қосамын. Кремімізді жақсылап құйып алып, 160 градусқа қайтадан 30 минутқа екінші пирогымызды салып пісіріп аламыз. Мінекей, екі түрлі пирогымыз дайын болды, және бір қамырдан осындай сметанник және шоколадты сметанник дайындап шығардық. Пирог өте дәмді және жұмсақ болып шықты. Сіздерде дәл осы рецептпен жасасаңыздар керемет болып шығады. Каналыма тіркеліп, міндетті түрде қолдап, пікір қалдырыңыздар қыздар. Рахмет.